Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Ауылбай Асеке каналы. Сендер бұл каналдан менің ауылдағы өмірімді тамашалай аласыңыздар. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазылыңыздар және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сендерге шашликтің етін қалай маринадтайтынымды көрсеткім келіп отыр. Жалпы бұл маринадты кез келген адам қолдануына болады. В общем, шашликтің етін маринадтау үшін маған мынандай кетчуп керек болады. Любой кетчупты қолдана беремін мен. Міндетті түрде шашликке арналған кетчуп емес, мынандай кетчупты қолдана беремін. Содан кейін тұз керек болады. Көріп отырғаныңдай бұрынғы шайдың ыдысы, ішінде тұз бар. Тұз қолданамыз. Сосын мынандай Calve'нің классический деген майонезін қолданамыз. Паприка қолданамыз. Сосын бір түп сарымсақ қолданамыз, чеснок. Сосын мынандай жуа қолданамыз. Менің бір алақаныма сыйып кететіндей үлкен жуаны қолданамын мен. Сосын пышақ керек болады, чеснокты, жуаны турау үшін. Сосын доска керек болады. Мынандай доска. Кез келген доска қолдана беруге болады. Видеоны осы жерден тоқтата тұрам. Чесноктың қабығын ашып болғаннан кейін, жуаны турап болғаннан кейін видеоны қайтадан жалғастырамыз. Видеоны ары қарай жалғастырамыз. Жуан мен чеснокты турап болдым. Шашликке қолданайын деп отырған ет окорочка, американский окорочка. Бұл окорочканы алдын ала дайындап алдым. Мұзын ерітіп, шауып, сумен жуып, алдын ала дайындап алдым. Мынандай кусоктармен кестім. Мынандай кусоктар. Кейбір кусоктар үлкен кусоктар бар. Мынандай кусок қылып кестім. Сосын мынандай кусоктар бар. Үлкендеу кусоктар. Жалпы неге үлкендеу қылып кестім? Себебі мен бұл шашликті сеткімен пісіретін болғаннан кейін осындай үлкен кусоктармен кестім. Жалпы шампурмен пісіретін болсаң, мына кусоктардан кішкентайлау қылғаның дұрыс деп ойлаймын өз басым. Себебі үлкен қылсаң шампурмен пісіп болмайды. Сонымен маринадтауды бастаймыз. Менің маринатымның ешқандай да ережесі, қағидасы жоқ. Ең бірінші тұз салу керек, екінші жуа салу керек деген сияқты. Дайын етімізге жуамен майдалап турап алған чесногымызды саламыз. Сосын тұзды әркім өзі қалағанша салады. Біреуге тұзды тамақ ұнайды, біреулерге орташа тұзды тамақ ұнайды, біреулерге тұзсыз тамақ ұнайды деген сияқты. Әркім өзінің қалауымен салады тұзды. Екінші, енді бұл мен тек неммен салып атым тек қана. Сен өзің білесің қалай салсаң да. Паприка саламыз. Где-то осындай қылып салам. Мынандай кішкентай жарайды. Паприканы салдық. Келесі кетчуп салам. Кетчуптың қақпағын аштық, кетчуп саламыз. Қаншалықты. Онша көп салмаймын мен жалпы өз басым. Кетчупты азғантайлау салам. Тек сәл дәм берсе болды. Содан кейін майонез салам. Майонездің қақпағын ашамыз. Енді майонезді кішкене көбірек саламыз. Себебі майонездің бойында
уксус бар. Сондықтан да майонезді сәл көбірек саламыз. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Ең соңғы тұз саламыз. Тұзды алдық. Тұзды аз-маздан себелеп саламыз. Тұзды да салып болдық. Енді жақсылап қолмен араластырамыз. Қолымызға ештеңе кимейміз. Ештеңе керек емес. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Стол кішкене жыбырлайтын болғаннан кейін камерада жыбырлап жатыр. Сондықтан да жаңағындай жыбырлап жатыр, кешірім сұраймын. Сосын мен бұл маринаттаған етімді жалпы өз басым бір күнге қоям. Біреулер 6 сағатқа қояды, біреулер 3 сағатқа қояды деген сияқты. Жалпы маринатымыз біздің етімізге сіңу керек. Сонда өте керемет болады жалпы менің ойымша. Сонымен жасаған маринатымыз бір күн уақыт тұрды, яғни 24 сағат тұрды. Жасаған маринатымыз етке толық сіңді деп ойлаймын. Кеше видеоны түсіріп отырған кезде телефонымның памяты толық қалып, видеоны толық түсіре алған жоқпын. Яғни етті араластырғанымды толық көрсеткен жоқпын. В общем, маринаттап болғаннан кейін еттің түрі мынандай болып тұрады. Маринат сіңген кезде, яғни. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде WhatsApp арқылы, Telegram арқылы достарыңмен бөліс.